Планетада қауіпті індет пайда болды. Соның салдарынан миллиондаған адамдар көз жұмуда. Жұмбақ індет бірнеше айдың ішінде жер шарының барлық дерлік халқын жойып жібереді. Дегенмен бұл вирус тек ересектер үшін қауіпті. Балаларға ол әсер етпейді. Алайда бала жыныстық жетілуге жеткенде вирус оны бірден о дүниеге жөнелтеді. Енді планетада тек балалар ғана қалды және өмір сүру олар үшін оңайлық. Біз орманда қызыл көлікпен ойнап жүрген жігітті көреміз. Ол оғаш дыбыстарды естіп, жан-жағына қорқынышпен қарайды. Оның артынан бетпердедегі бірер жасөспірім пайда болып, одан сөмкесін беруді талап етеді. Бұл Инес пен Буй және олар аман қалу үшін бәріне дайын. Балақай заттарын беруден бас тартады да бұрағышын шығарады. Инес те өзінің қаруын шығарады. Ол жеңіп, жігіттің сөмкесін ап қояды. Жасөспірімдер одан барлық затты шығарады, бірақ онда тек бірнеше ойыншық көлік болыпты. Олар тым болмаса бір бөтелке суды табатындарынан қатты үміттеніп еді. Алыстан әлдекімнің ән салуы естіледі және біздің кейіпкерлеріміз жаңа дыбысқа қызығушылықпен құлақтарын түреді. Инес дүрбісін шығарады, ал Буй картаны. Олардың алдыларында үлкен ғимарат тұр. Бұл олардың карталарында жоқ. Ал ғимараттың қасында қаруы бар қыз жүр. Сонымен қатар онда өте көп су бар. Олар болса қатты шөлдеп тұр. Инес біртүрлі ғимаратқа жақындауды шешеді және досынан орманда қалып аумақты барлауын өтінеді. Буйды мұндай ұсыныс қатты қорқытады. Өйткені бұл өте қауіпті және жақсылап қаруланған жасөспірімдер көк шапандылардың жері. Бірақ Инес жолдасына қарағанда айтарлықтай батылырақ және тәуекелге баруға дайын. Біз оның жараланғанын көреміз және ол таяқшаны балдақ ретінде пайдаланады. Инес жеткілікті түрде жақындағанда оған бірден қаруды бағыттайды. Ол оған кішігірім су беруін өтінеді. Қаруы бар қыз Инестен каруселге жақындауын өтінеді. Сөйсе олар тастанды ойын-сауық саябағына тап болыпты. Инес керекті карусельді табады және көп ұзамай ол жерден әлгі қаруланған қыз пайда болады. Оның есімі Хуан және ол мұнда толықтай базаны құрған. Инес қауесет бойынша осы қауіпті вирусқа қарсы вакцинаны жасай алатын адамды іздеп жүргенін мойындайды. Хуанның мұқияттылығын жоғалтқан сәтті пайдаланып, Инес оның қаруына жармасады да қыздан қолын жоғары көтеруді талап етеді және оған өзінің барлық заттарын беруді. Хуан бастапқыда оның бұйрығын орындап жатқан кейіп танытады, ал сосын күліп мазақ ете бастайды. Инес шүріппені басқанда көңілді әуен естіледі. Бұл ойыншық автомат болатын. Инес артқа шегіне бастайды және байқаусызда өткір шегені басады. Ол айғайлап жерге құлайды да ауырсынудан есін жоғалтады. Қыз аурухана палатасына ұқсас бөлмені және қолында инесі бар ер адамды көреді. Ол қорқыныштан айғайлайды және осы сәтте өзіне келеді. Инес Хуанның оның аяғындағы жараны емдеп жатқанын көреді және бұл қыз оған зиянын тигізбейтінін түсінеді. Хуан өзінің қонағын кешкі аспен сыйлайды және тамақ қоқыс жәшігінен шыққандай көрініп сасса да қыз қонақжайлылықты ризашылықпен қабылдайды. Хуан оған одақтастардың керек екенін мойындайды, өйткені оның керемет бір маңызды жобасы бар. Инес олар барлық жерден іздеп жүрген данышпан тура осы қыз деп шешеді, бірақ ол қателеседі. Хуан қауіпті вирусқа қарсы бірде-бір вакцинаны жасамайды. Ол жай ғана ойын-сауық саябағындағы аттракционды жөндеп, барлығына дені дұрыс балалық шақты қайтарғысы келеді. Инестің қатты көңілі қалды. Ол өзінің жаңа құрбысының жобасын уақытты босқа құрту деп санайды. Осы сәтте Хуанның артынан бетпердедегі Буй пайда болады және Инестің айғайларына қарамастан оны ұрып құлатуға тырысады. Хуан қашып кетеді және қызу қанды жасөспірімдерден кек алам деп бопсалайды. Буй Инеске оның қаруын созады және олар мына біртүрлі қыздан бірлесе құтылуды шешеді. Бетперделерін кигесін біздің кейіпкерлеріміз оны іздеуге шығады. Бірақ тек Хуан бұл саябақта ұзақ уақыттан бері өмір сүріп келеді және бұл жерді бес саусағындай біледі. Ол әртүрлі аттракциондардың музыкалары мен шамдарын қосады және еш қиындықсыз алдымен Буйды, ал сосын Инестің өзін тұтқынға алады. Қыз таңертең есін жияды. Ол Буйдың велотренажерда педальдарды айналдырып жатқанын көреді. Соның арқасында аттракциондардың біріне су жіберіліп жатыр. Ашулы Хуан пайда болып, олар оның барлық жоспарларын құртқанына шағымданады. Енді ол бұл әлем құтқаруға тұрарлық екеніне сенімсіз. Хуан Инесті оның өз қаруымен қорқытады. Содан кейін оны төбешіктен итеріп жібереді және оның артынан өзі секіреді. Қыздар әр секунд сайын ләззат алып, айғаймен төменге құзғытып бар жатыр. Біз олардың шын мәнінде қалыпты балалық шақ пен ойын-сауықты қалайтын ең қарапайым балалар екенін түсінеміз. Орманда бақтың қасынан әлде бір көк шапандағы бейтаныс пайда болады және судан қызыл балалар ойыншығын тауып алады. Бұл адам әртүрлі сақиналар мен тұмарларға сәнделген және ол мұнда жалғыз емес.
Инес бұл уақытта өзінің балалық шағын еске алады. Ол қауіпті жасөспірімдердің бандасына тап болғаны және аман қалу үшін өте қатыгез әрі салқынқанды болуына тура келді. Енді ол оның досы темір шынжырға байланып отқанда Хуанмен көңіл көтеруде. Инес үлкен балықты қолға түсіреді және қыздар оны аквариумге тастайды. Инес бұл балықты кешкі асқа дайындағалы жатыр, бірақ Хуан оны өзінің үй жануары еткісі келеді. Ол құрбысына өзінің қару-жараққа толы шкафын көрсетеді және өзінің шынайы мүмкіндіктерін жауларынан жасыру үшін ойыншық автоматпен жүргенін мойындайды. Қыздары әлемдегі ең қауіпті жасөспірімдер көк шапандылар туралы аңызды талқылайды. Инес олардың жоқ екенінен үміттенеді, бірақ Хуан олардың бар екенін анық біледі. Ол жаңа құрбысынан вакцинаны іздеуін доғаруды және оған ойын-сауық саябақты жөндеуге көмектесуін өтінеді. Инес кенеттен Хуанның белбеуіндегі пышақты суырып алады да оны жақын жерде жорғалап жүрген жыланға қадайды. Хуан құтқарып қалғаны үшін құрбысына алғыс білдіреді, бірақ Инес бұл жыланның улы емес болғанын мойындайды. Қыздар жұмысқа кіріседі. Олар бақтағы көліктерді бояйды. Хуан оның Лука есімді бауыры бар екенін мойындайды. Ол оны суға жіберген, бірақ бала сол бойы оралмады. Шамасы өзінің ойыншық көліктермен ойнауға беріліп кеткен секілді. Инес құрбысының сөздерін естігенде қорқынышы басына шығады. Ол негізінде бұл балаға не болғанын және бұған кімнің кінәлі екенін жақсы біледі. Хуан өзінің тірліктермен айналысып жатқанда, Инес құрбысының қару-жарақ және өзінің барлық кілттерін сақтайтын шкафын ашады. Буй бұл уақытта балалық шағында құрдастары оны қалай қорлағанын есіне алып, таяқтарды темір қоршауға ұрып отыр. Инес оған келеді де оның аяғындағы темір шынжырды шешіп тастауға тырысады, бірақ шамасы ол басқа кілтті әкелген сияқты. Біз бірнеше жыл бұрын қыздың өз бандасының топ басшысына қарсы шыққанын білеміз, оның орнына ие болу үшін. Инес Буйға бетбақ балақайдан құтылуды бұйырды және ол ешқандай күдіксіз оның бұйрығын орындады. Қыз шиеленісті жеңілдету үшін атыс полигонына барады. Ол үлкен ойыншық мүйіз тұмсықты жеңіп алды. Көңілі тоқ Инес мерекелік түскі асты дайындайды және Хуан бұл оның өміріндегі ең дәмді тағам екенін мойындайды. Бірақ не бұл? Сорпада балықтың сүйегі жүзіп жүр. Хуан Инес оның үй жануарынан түскі асты дайындады деп шошып кетеді, бірақ қыз басқа балықты пайдаланғанын мойындайды. Кеш батады. Инес барлық дерлік өмірін ауруханада кітап оқумен өткізіп, ақыр заманды күткенін мойындайды және міне оның арманы орындалды. Иә, ол мұнда зомбилердің болатынынан үміттенді. Қыздар тағы да ойын-сауық саябағындағы электр қуатын қосуға тырысады және бұл ақыры іске асады. Бақ түрлі түсті шамдармен жарқырайды, ал Буй керемет әуенді шырқайды. Хуан кетіп қалғанда жігіт досымен жанжалдасады және оны суайт деп атайды. Хуан оларды Лука байқап, қайта оралатынынан үміттеніп, әуеге жарқын отшашуларды жібереді. Бірақ тек оларды Лука емес, көк шапандағы жұмбақ фигуралар байқайды. Хуан ақыры оның інісі енді жоқ екенін түсінеді. Бұған қарамастан ол әлі де әлемдегі ең мықты ойын-сауық саябағын соғуды армандайды. Бұл оның өмірінің жалғыз мағынасы. Буй Инестен өз таңдауын жасауды талап етеді. Ол Хуанның қасында қалады, немесе онымен бірге кетеді. Жігіт пен Хуанның арасында бірден төбелес басталады. Инес оны тынышталдыруға тырысады және бұрағышпен кішігірім жарақат алады. Бұл әлгі Луканың қолында болған бұрағыш. Хуан ақыры оның інісіне не болғанын түсінеді. Ол саябақтан табандарын жалтыратулары үшін жасөспірімдерге 10 секунд береді. Бірақ осы сәтте оның жағдайы нашарлап кетеді және қыз жерге құлайды. Шамасы ол айтарлықтай бой жетіп қалған сияқты және көп ұзамай қауіпті вирустан мерт болады. Саябаққа қолдарында қарулары бар көк шапандағы 4 фигура жақындайды. Инес пен Буй Хуанды жатқан жерінде қалдырып, қауіпті жасөспірімдерден қашып кетуге тырысады. Біздің кейіпкерлеріміз саябақтағы баспаналардың біріне жасырынады, ал көк шапандағылар оларды барлық жерден іздеп жүр. Олар Буйды тауып алады және төбелес басталады. Инес шкафтан қаруды алып, досына көмектесуге асығады, бірақ көк шапандағылардың бірі оның өзін ұстап алады. Жаулары екі есе көп болса да, Инес пен Буй үйтіп-бүйтіп қашып кетеді. Жігіт досын саябақтан арқасына салып алып кетеді және оның мені тастап өзіңді құтқар деген барша өтініштеріне қарамастан, ол өзінің жолын онымен бірге жалғастырады. Таң атады. Сөйсе Буй Хуанның пайдалы заттарға толы сөмкесін өзімен бірге алып кетіпті. Олардың арасында қызыл блокнот бар. Оған қыз өне бойы әлденен жазған. Инес
Инес оған үлкен сағынышпен қарайды. Жасөспірімдер өздерінің жолдарын жалғастырады және жолдан әлдекімнің денесін байқайды. Мұны көк шапандылар істеген сыңайлы. Қауіпті жасөспірімдер олардың артынан қууларын жалғастырады. Жаңбыр жауа бастайды. Инес пен Буй одан ормандағы кішігірім лашықта жасырынады. Жігіттің вирусқа қарсы вакцинаны жасай алатын данышпанды іздеуді жалғастырғысы келеді. Бірақ Инес енді мұндай адамның бар екеніне мүлде сенбейді. Жаңбырдың аяқталуымен олар тағы да жолға шығады. Инес кездейсоқ Хуанның қызыл блокнотын түсіріп алады және Буй оны суға лақтырады. Алайда қыз нашар жүзетініне қарамастан бірден оның артынан суға ұмтылады. Инес құрбысының блокнотын алып Буйға сенімен емес Хуанмен қалғанымда дұрыс болатын еді дейді. Мұндай сөздерді естігесін жігіт қатты ренжиді. Ол Инестің артынан суға түседі де бата бастайды, өйткені ол мүлде жүзе алмайды. Қыз оны құтқарып жағаға шығарады. Содан кейін оған жасанды тыныш жасап, оны өзіне келтіруге тырысады, бірақ оның мұнысынан ештеме шықпайды. Инес ащы жылайды және балалық шақта оны бұзақылардан қорғануға үйреткенін есіне алады. Буйға жасанды тыныш жасауын жалғастырады және ақыры ол өзіне келеді. Инес жеңілдіктен күлімдейді. Хуанның қызыл блокноты сол бойы суда қалып қояды. Кеш батқанда біздің кейіпкерлер жағада от жағуға тырысады. Инес ендігі әрі қашқысы келмейтінін айтады. Ол аңшылық құратын болады, ал Буй тұзақ жем ретінде көмектеседі. Көк шапандағы қыз бен жігіт алаудың қалдықтарын тауып алады және олардың жемтіктері жақын жерде екенін түсінеді. Олар әлде бір дыбыстарды естиді және жағажайда серуендеп көңілдене ән шырқап жүрген Буйды байқайды. Көк шапандылар оны қудалай жөнеледі, дегенмен тек бетпердені ғана табады. Инес өзінің қолдан жасалған тұзақтарының бірін іске қосады, бірақ ол олардың жауларына тимейді. Буй мен көк шапандағы жігіттің арасында төбелес басталады, ал Инес оның жолдасына білдіртпей жақындайды да оны кепіл ретінде ұстайды. Олардың мүлде қорқынышты емес екендерін көріп, Инес кенеттен оларды босатуды шешеді. Енді олар соңдарынан ерулерін доғаратыны анық. Алайда көк шапандағы қыз олардың арттарынан келіп, оларға көмектесуге дайын екенін хабарлайды. Осы сәтте Инестің жағдайы күрт нашарлайды және ол жерге құлайды. Шамасы зұлым вирус оған да жеткен секілді. Қыз тұншыға бастайды. Ол тағы да Хуанның қасында ойын-сауық саябағынан пайда болады. Инес екеуі де о дүниеде деп шешеді. Құрбысы оның уайымдамауына, жай ғана қағаз ұшақты ұшыруына кеңес береді. Құрбылар құшақтасады және осы сәтте Инес өзіне келеді. Ол әлде бір көк перделері бар бөлмеде жатыр және қасынан медициналық құрал жабдықтарды көреді. Қыздың мойны таңылған, ал төсекте бірнеше қызыл дақтар бар. Инестің бөлмесіне дәрігер кіреді және қағазға оның жазылып кеткенін жазады. Қыздың енді сөйлей алмайтыны рас, барша көк шапандағылар секілді. Бұл процедураны оның өмірін сақтап қалу үшін жасауға тура келді. Инес көшеге шығады және әртүрлі жастағы көптеген балаларды көреді. Сондай-ақ онда мойындарында таңғыштары бар ересек адамдар да бар. Инес бір-екі баладан рогаткаларын тартып алады және оны етті дайындау үшін астар ретінде пайдаланады. Көк шапандағылар оларға вирус жетпейінше басқа балаларды табулар керектігін түсіндіреді. Инес олардың топтарына қосылуға келісімін береді. Көп ұзамай ол Буйды кездестіреді. Оның мойнында да оныкі секілді таңғыш бар, ал демек жігітті де емдеген. Біз жолда қолында қаруы бар қыздың келе жатқанын көреміз. Ол әлде бір дыбыстарды естиді және гитарада ойнап отырған Буйды байқайды. Оның қасында Инес отыр. Қаруланған қыз оған сөмкесін беруді бұйырады және біздің кейіпкеріміз оның талабын орындайды. Дегенмен бетпақ ханым бірден қақпанға тап болады. Ол дүрбелең салады, бірақ Инес қыздың жай ғана алманы жеуін ұсынады. Кешкісін Буй тағы да алаудың қасында гитарада ойнайды және барлығы нәзік әуенді қуана тыңдайды. Егер сіздерге де мұндай болашақ ұнамайтын болса, лайк басыңыздар. Сондай-ақ жаңа шоуларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыздар. Келесіде кездескенше.